Шымкентте Қазақтелеком қызметкерлері жалақысын көтеруді талап етіп, наразылыққа шықты. Шымкентте Қазақтелеком акционерлік қоғамы қызметкерлері компания ғимаратының алдында жиналды. Олар жалақысын көтеруді талап етті. Олар бастапқыда 99 мың теңге жалақы алған, былтырдан бері 121 мың теңге алып жүргенін айтты. Алатын айлығым ештеңеге жетпейді. Басында 2 кредит бар. 4 бала шағам бар, үлкені биыл мектеп бітіреді. Естуіміз бойынша басқа өңірдегі филиалдарда жұмыс істейтіндер бізден көп жалақы алады. Алматыда 200 мың теңгеге дейін көтерген. Қарағанды дәл солай. Тек біз ғана әлі күнге дейін 121 мың теңге алып отырмыз. Негізгі былтырда осы мәселені көтергіміз келді. Басшылар басып тастады. Бірақ бұл жолы шыдамымыз таусылды. Әр нәрсенің шегі болады ғой, дейді компания қызметкері Ербол Тәжіқұлов. Қызметкерлер наразылыққа шыққаннан кейін мекеме басшылығы да жауап берді. Олар қызметкерлер жалақысына 40 мың теңге қосылатынын айтты. Алайда бұл әлі нақты шешім емес, себебі компания басшылығы бұл мәселені талқылап жатыр. 5-ші дәрежелі байланыс техниктің жалақысы 129 мың теңге. Осы жалақыны 161 мың теңгеге жақындаттық, яғни 121 мың теңгенің 20%. Наразылыққа шыққан қызметкерлердің жалақысы 161 мың теңгеге дейін көтеріледі, дейді мекеменің техникалық директоры Берік Тапетов. Айта кету керек, бұған дейін Қазақтелеком акционерлік қоғамының 28,8%, соның ішінде 24,95% Skyline Investment Company SA компаниясынан 3,8%, Алатау Капитал Инвест жауапкершілік шектеулі серіктестіктен мемлекетке өткені хабарланған болатын.